Бұрылғанда толық денеңізбен бұрыласыз ба? Онда Бехтерев ауруы деген бар. Бұл анкилозирующий спондилартрит, созылмалы воспалительный ауру, көбінесе омыртқа мен үлкен буындарды зақымдайтын ревматологиялық патология. Ауру уақыт өте келе омыртқалар бірігіп, әрекетінің шектелуіне және бамбук таяқшасы сияқты қалыпқа келуіне әкелуі мүмкін. Бұл ауруда омыртқаның алғашқы белгілерінде мынау подвздошно-крестцовый сочленение деген жерде воспаление болады. МРТ-да көрінісі міне былай болады. Міне подвздошно-крестцовый сочленение. Мына жерде мына ағарып тұрған нәрсені көріп тұрсыздар ма? Бұл воспалительный процесс. Медицинада бұны сакроилит деп атаймыз. Және Бехтерев ауруында көп жағдайда двусторонний сакроилит болады. Алғашқы белгілерінде жаңадан басталып келе кезде кейде односторонний сакроилит болуы мүмкін. Ал анализде HLA-B27 генінің позитив болуы Бехтерев ауруының алғашқы белгілерінен. Жалпы асқынған Бехтерев ауруы бар адамдардың сырт көрінісі көбінесе былай болады, және омыртқалар толық қатып қалған, бұрылған кезде бүкіл денесімен бірге бұрылады. Еңкею, шалқаю сияқты белгілер жоғалған. Төсекке жатқанның өзінде басы төсекке тимейді. Егер жанынан біреу шақыратын болса, толық денесімен бұрылып қарайды. Осындай таныстарыңыз болса, немесе осындай белгілер өзіңізде байқалып келе жатқан болса, бұны созбай, бірден ревматолог дәрігеріне қаралып, ауруыңызды тоқтатуға немесе ұзақ уақытқа басып ұстауға болады.